Кеш жарық гүлсер қауым, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін қысқы бағыма келіп, біраз гүлдерді отроскаладым. Енді кішкене гүлдерімнен обзор жасап кетейін. Мына жерде мына антуриум кристаллина болу керек. Атын айтпақ қояйын, бірақ антуриум биыл міне жаңа жапырақтарын жіберіп, мені қуантып жатыр. Өте әдемі гүл. Негізінде көрсеңіздер, алыңыздар. Капризный емес, топырағы өзі орхидеяның топырағына отырғызсаңыздар, сіздер, мен сондай топырақ істегем, сол топырақта отыр, өзін өте жақсы сезінеді, көзіңізді қатты қуантады. Ешқандай капризный емес. Анау светущий антуриумдерге қарағанда өте жеңіл қараушы. Оның астында міне бегония декоративный сорты. Өте осы столигім өте әдемі болып тұршы, көздерді қуантады. Міне гипераструм гүлі де гүлдерін беріп, стрелкаларын жіберіп, көзімді қуантып жатыр. Өте әдемі болып тұр. Міне өте күшті. Барлық гүлдеріңізге обзор жасаңызшы дейді да. Оған барлық гүлге обзор жасау менде гүл көп болғандықтан видео өте қатты созылып кетеді. Сондықтан полный обзор жасап түсіре алмаймын. Себебі қазірше бұрынғыдай емес, ютубқа видеоны салу өте қиын, ұзақ уақыт тұрады. Оған шыдамың жетпейді ғой. Сол үшін ұзақ видео түсіруден қазір қашып жүрмін, шынымды айтсам ше, түсіргім келмейді. Себебі оның тартылуы өте қиын болып жатыр. Мына жерде мен тағы да стрелкасы тұр, біраз 2-3 күнде уже ол да гүлдейді. Биыл гүлдерім көбейгеннен кейін міне бильярдтың астына да бүкіл гүлдерімді шығарып тастадым. Сөйтіп бильярдтың подсветкасын жағып қойғанмын. Мына жерде міне curly фикус. Енді оны жекелеп бәрін көрсететін видеошы. Маған негізі жазда удобно да. Қыс мезгілінде вообще видео салу өте ыңғайсыз мен үшін ше. Сол үшін өкпелемеңіздер, иә. Негізінде алла бұйырса, далаға қалай шығады барлық гүлдер, сол кезде полный обзор жасауға маған өте ыңғайлы. Ал қазір маған өте ыңғайсыз ше. Гүлдер себебі әр жерде орналасқан. Сондықтан полный обзорды әдемірек көрсете алмаймын. Мына жерде міне эухарис гүлі менде уже гүлдеп бітіп жатыр. Гүлі деген өте керемет, сұлулық. Биылша мынандай нелерін алмай жатырмын, себебі дәнін алып, дәніне не көргім келіп жатыр. Эксперимент, тәжірибе солай жасағым келіп жатыр биылдыққа. Мына жерде міне молочай миля гүлі тұр. Қыста да биыл тоқтамай гүлдеді. Жазға шыққанда бұл вообще әдемі болып гүлдейтін гүлдердің қатарындағы молочай миля. Мына жерде драцена тұр. Одан кейінгі цикас пальмасы. Енді барынша әйтеуір гүлдерімді әйтеуір үсітіп алмай, сақтау мақсатында алып келіп қоя беремін. Қыста маған өте қиын гүлдерді сақтау, өте көп болғандықтан әйтеуір кіргізіп орналастыра береміз ғой оны. Кейін бұрындары гүлді шамалы кезде сәндеп, өзінің орындарына қойып, әдемілеп, декоративный қояуға мүмкіндік бар болатын. Ал қазір менде онда ешқандай мүмкіндік жоқ. Әйтеуір кіргізіп, топырлап тұрған кезде әйтеуір балдар тасиды, өзім тасим, әйтеуір келіп орналасқан жеріне қойыла береді гүлдердің барлықшы. Мына жерде міне циперус, колеус гүлдері тұр. Оның төбесінің бәрінде бугенвилия гүлдері. Бугенвилия гүлдері қыс мезгілінде ол декоративный бейтін жоғалтады түрін.
уже көктемде далаға қалай шығарам, мыналардың бәрі обрезка жасалады, қалыпқа келтіріліп, сөйтеді да уже қайтадан жайнап түседі ғой. Қыста тек сүтпей сақтап алу керек. Мына жерде фикус, осы сорты өте әдемі, ұзын жапырақты, енді әдемі сорт. Мынау енді драцена гүлі. Әдемі драценаны да алып өсіріңіздер, үлкен пальма болады бұл да ше. Оның түбінде денежный дереволарды әйтеуір қоя бергенмін. Мына жерде триангуляристің деткасы, альба маргината. Осы ғой бірінің үстіне бірі шығып тұр, оны ешқандай сәндеп отыратын қазір не жоқ. Терезенің алдындағы видеоларды айттым ба, айтпадым ба, негізі инстаграмдарда айтылады, бұяқта айтылды ма, айтылмады ма білмедім. Бірақ міне терезенің алдын бәрін босаттым да, бүкіл герандарды атроска жасадым. Көктемге дайындық. Алла бұйыртса, биыл герань гүлдерінің бәрін жерге отырғызып, ауланы басқа гүлдерді екпей, осы герань гүлдермен сәндейтін шығарым деп отырмын. Мына жерде пальма. Міне қараңыздар, қалай, мына жердің бәрі деген менде қазір міне полный терезе, герань, одан кейін алдын бәріне міне әйтеуір қалған орынның бәріне герандарды атроскілеп қойып жатырмын. Мына жерде міне мынандай декоративный бегония, өте әдемі сорт, көзді қуантады, қып-қызыл жапырақты, өте әдемі. Осындай мына тамырлайды, алла бұйыртса, герандарымда бәрі сочный, мощный болып көзімді қуантып тұр. Мына жерде мына біреусі уже бутондап жатыр, жайлап гүл ашуға талпынып жатыр. Мына жерде розмаринді де алып көрдім биыл, әдемі, иісі деген енді керемет. Осылай бүкіл гүл деген енді осылай тұр, бірінің үстіне бірі шығып, полный обзорды мен қыс мезгілінде ешқандай да керемет қып түсіріп сіздерге көрсете алмаймын. Осындай болып тұр ғой, қараңыздар, қандай болып тұр, бірінің үстіне бірі шығып араласып. Үсімесе болды, ауырпаса болды, көктемде қалай далаға шығады, жайнап түседі. Мен оған сенімдімін. Даладан, табиғаттан керегін алады гүлдеген. Осылай. Видео ұзап кетті. Қазірдің өзінде 8 минут болып қалды. Бұны енді қазір мен видеоға тартып қанша тағы да ұзақ айналып тұрып салынады. Сондықтан келесі видеода кездескенше, құрметті менің гүл сүйер қауымым, гүлді алып өсіріңіздер. Гүл деген керемет, көзіңізді қуантып, жаныңызды жадыратып, жайнатып жібереді ғой өміріңізді. Келесі видеода кездескенше.